Қалайсыздар достар? Бүгін сіздерге WebMoney кошелекті қалай ашу керектігін көрсететін боламын. Оған қалай регистрация жасаймыз? Бірінші, Google Play'ден WebMoney'ні тартып аласыздар. Ішіне кіресіздер. Мен уже ашқам. Бірінші кіргенде сіздер өздеріңіздің номерлеріңізді жазасыздар. Осы Қазақстан номерін жазасыздар. Қазақстанды таңдайсыздар. Кейін настройкаларын істейсіздер. Бірінші настройкасына кіреміз. Аккаунтына. Кейін данныйларыңызды толтырып шығасыздар. Өздеріңіздің суретіңізді қоясыздар. Email қоясыздар. Почтовый адрес. Кейін Қазақстанның удостоверениесін алды артын түсіріп жібересіздер проверкаға. Кейін видео түсіресіздер. Видео түсіргенде удостоверениеңізді ұстап видео шығады. Видеоның сыртында экранда видеода сөздер жазылып тұрады, соглашениеңіз туралы. Соларды бәрін айтасыздар. Кейін проверкаға жібересіздер. Ол 1 күн мен 3 күннің арасында келеді жауабы. Бәрін бітіргеннен кейін өзіңіздің иініңіз шығады. Кейін безопасностьқа өтесіздер. Номеріңізбен еномыңызды қосып қоясыздар. Кейін главныйға өтесіздер. Главныйға өткенде мына жерінде плюс тұр ғой, соны басасыздар. Өзіңізге керек кошелекті создать етесіздер. Создать деп айтасыздар. Бізге Alipayмен жұмыс істеген соң VMZ қажет болады. VMZ-ны тартып аламыз. Осыны қосып қоямыз. Бізге басқасы қажет емес. Кейін өзіңіздің телефон номеріңізді қосып қойсаңыздар болады. Осы бәрі проверкалардың өтіп болғаннан кейін сіздерге аккаунтыңызға формальный деген аттестат беріледі. Формальный болғандықтан сіздер VMZ-ды сатып алсаңыздар болады. VMZ-ны қалай сатып аламыз, ол басқа видеода. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар.